Сәлем достар, сіздермен бірге Алтын ТВ арнасы. Әкем маған дүрбі сыйлаған болатын. Әр кеш сайын балконға шығып, айға, жұлдыздарға таңданып, және терезелерге қарайтынмын. Олай кім қарамады дейсіз. Содан кейін мен терезенің жарығы күдікті түрде жыпылықтағанын байқадым. Жарық бірде өшіп, бірде жанып тұрды. Ал мен осы терезеге дүрбіммен қарағаннан кейін жыпылықтауын тоқтатты. Терезеде бір қыз шашын тарап, теріс қарап тұрды. Дене бітіміне қарағанда ол әдемі болды. Сондықтан тағы шамалы қарап тұрғым келді. Бір кезде ол бірден артқа бұрылып, тура маған қарады. Мен қорқып кетіп, терезенің алдынан артқа қарай секірдім. Оның жүзі өте қорқынышты еді. Көздері маған қарап тұрды. Олар үлкен және шығыңқы болды. Жымиюы мен қисық тістері оның барлығы қорқыныштылығын толықтырып тұрды. Одан кейін ол терезенің алдынан жаман қисық жүріспен кетіп қалды. Мен перденің артында тұрып, не болатынын бақыладым. Сосын мен оны келесі терезеден қорқынышты бейнесін көрдім. Содан кейін подъездегі баспалдақтың жанына барғанда жарық жыпылықтап кетті. Дүрбімен үңіліп қарап, үрейлендім. Ол әлі де маған қарай жүгіргендей болды. Мен оның баспалдақтан жүгіріп түсіп келе жатқанын көрдім. Ол жалтақ жүзімен бәрібір маған қарап келе жатты. Үйдің алдындағы жарық жыпылықтап, оның қисық дене бітімі мен кіреберістен қалай шыққанын қарап тұрдым. Мен пәтерден подъезге шықтым. Баспалдақты қарап тұрған кезде подъездің есігін тарсылдатып кіріп келе жатқанын естіп, ол міндетті түрде маған келе жатқанын білдім. Қызығушылығым қорқынышымды жеңіп, мен төмен қарадым. Ол маған қарады. Мен жүгіріп пәтерге кіріп, есік алдында тұрдым. Тым-тырыс болып қалды. Мен тек өзімнің демалғаным мен жүрегімнің соғып тұрғанын ғана естіп тұрдым. Содан кейін мен есігіме біреу немесе бір нәрсе келді. Есікті ашасың ба? Жалғасы бар.